Жалпы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстық істер бойынша аудандық және оған теңестірілген соттарда былтыр 70 адамға қатысты 54 қылмыстық іс бойынша үкім қабылданған. 2019 жылдың 3 айында 6 қылмыстық іс түсіп, 2 адам сотталды. Сыбайлас жемқорлық деңгей қылмыстардың орын алуына келетін болсақ, жалпы облыс бойынша 2018 жылдың қорытындысымен бізде облыста 139 қылмыс орын алды. Тіркелген қылмыстардың ішінде негізгі салаларда бұл мемлекеттік сатып алу саласы, қорғаныс істер саласы, құқық қорғау органдары, яғни ішкі істер саласында негізгі басым қылмыстар орын алған. Ішкі істер саласында 10-нан астам қылмыс орын алған. Осыған байланысты біз ішкі істер органдарының қызметіне жалпы мониторинг жұмыстарын бастап кеттік. Қазір парақорлармен күресушілер көп. Жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шара одан да көп. Бірақ бармақ басты көз қыстыны түп тамырымен жоям дегенше кесел дендеп, қаншама тағдырға балта шабылуда.